Барлығыңа сәлем достар. Әңгіме отаны атты арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі кезекте 1990 жылы сапарға шығып, 20 жылдан кейін табылған отбасы туралы айтатын боламыз. Ал сіздер лайк басып, арнаға тіркеліп пікір қалдыра отырыңыздар. Бір кездері 1999 жылы Андерсондар есімді қарапайым болып көрінетін отбасы өмір сүрді. Джон мен Сара Андерсон екі баласы Эмили және Дэвидпен бірге Орегондағы шағын қалада тыныш және қанағаттандырарлық өмір сүрді. Олар өмірлерінің таңғаларлық бетбұрыс жасайтын білмеген. 1990 жылдың қыркүйегінде қарапайым болып көрінетін күні Андерсондар жанұясы ел арасымен саяхаттауға шығуды ұйғарды. Олардың баратын жері Колорадо тауларындағы ерекше шалғайдағы кабина болды. Олар сапарды мұқият жоспарлап, заттарын жинап, таңертең ерте жолға шықты. Олар күтпеген жерден пайда болған қалың тұманға тап болғанша көлік бір қалыпты жүріп жатты. Тұман қалыңдаған сайын көріну нөлге жақын болды және отбасы өздерін бағдарсыз қалдырды. Олар тұман сейілсе екен деп жол жиегенше беттеді де керісінше терең әрі түсініксіз ұйқыға кетті. Андерсондар оянғанда олар ұшақтың ішінде болды. Жолаушылармен 2000 жылдардың соңындағы киген ұшу экипажы қоршалған. Олардың абдырап қалғаны мен есеңгірегені анық болды. Өйткені олар бұл әлі 1990 жыл деп ойлайды. Олардың ойларында олар бірнеше минут бұрын жол сапарында болған. Олар аз ұйықтау үшін ғана көздерін жұмып алғандарын және көп ұзамай көліктеріне қайта оралып, сапарларын жалғастыратындарына сенімді болды. Алайда олар ұшақтың айналасына қараған кезде шамамен 20 жыл өткені белгілі болды. Ұшақ терезелерінің сыртындағы әлем күрт өзгерді. Ұшақтағы жолаушылар мен экипаж жолаушылар мүшелерін бағдарсыз отбасы таңғалдырды. Джон, Сара, Эмили және Дэвид Андерсон қонғаннан кейін ұшақтан түсірілді және олар өздері түсінбейтін әлемге тап болды. Барлығы дамыды. Технология, сән, тіпті олардың айналасындағы адамдар. Олар өздерінің түсінігіне қайшы келетін болашаққа қандай да бір жолмен итерілмегеніне сенімді болды. Мәңгілік сенімсіздік жағдайына тап болды. Олардың заманауи әлемге қайта оралуы билік, психологтар мен ғалымдардың көптеген зерттеулері мен сұрауларына әкелді. Андерсондар өздерінің ерекше жағдайын түсіну үшін сансыз бағалаулардан өтті. Олардың сирек кездесетін және түсініксіз құбылысты басынан өткергені анықталды. Олардың уақытты қабылдау 1999 жылы қалып қойған секілді әлем ілгерілеуді жалғастырды. Оларға ұсынылған дәлелдерге қарамастан, Андерсон отбасы әлі 1990 жыл екеніне сенімді болды. Олар өткен оқиғаларды жиі еске түсіреді және олар туралы есінде жоқ достары мен отбасы мүшелері туралы сөйлеседі. Олар 20 жылға жуық уақыт өткен шындықты қабылдаудан бас тартты. Жылдар өте келе, олардың оқиғасы бақ пен зерттеушілерді қызықтыратын тақырыпқа айналды. Көптеген теориялар мен гипотезалар ұсынылды, бірақ ешқайсысы Андерсонға әсер еткен түсініксіз уақыт ауытқуын толық түсіндіре алмады. Отбасы артта қалған әлемге бейімделуге тырысып, өз өмірін жалғастырды. Олар үшін 1990 жылдар уақыттың қатып қалған мәңгілік сыйы болды. Олардың тәжірибесінің құпиясы күні бүгінге дейін шешілмеген. Бұл таңғаларлық аномалия біздің уақыт пен шындықты түсінуімізге кедергі келтіреді. Андерсонның хикаясы ғаламның тіпті ең тамаша ақыл ойларды да шатастыра алатын жұмбақтарға толы екенін еске салады. Бұл біздің уақыттың, кеңістіктің табиғаты және адам қабылдауының шекаралары туралы таң қалдырады. Достар, видеоның аяғына да келіп жеттік. Қазақ тілді арнаның дамуына үлесіңізді қосу үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.
Келесі кездескенше.